Бүгінгі стористерімізді көрген болсаңыздар, кеше бір топ достарымызбен осылай бір кешкі шайда кездескен болатынбыз, өзіміздің кешкі шайымызда. Және сол жерде сұраған, мынау достарымыз соңғы кездерде ажырасып жатқандар көп, екінші рет үйленіп жатқандар көп, неге ажырасу болып жатыр, жалпы отбасының тұтастығы үшін қандай үш негізгі принцип керек деп сұраған. Сол жерде берген жауабым бар. Бүгін оқырмандарымнан сұрадым. Жауап бергендеріңіз үшін көп рахмет. Сіздің әрқайсыңыздың ойыңыз мен үшін өте маңызды. Шын мәнінде сыйластық, құрмет, екі жақ бір-бірін қабылдау деген ойлар көп жазылды. Менің де айтқан нәрсем, көбісі бірінші принциптен кейін ой қойшы деп былай қабағын түйе бастады. Барлығы емес, енді кейбіреулер деп қояйық, бәріне шөп шашпау үшін. Бірінші принцип бұл күйеу мен әйелі бір-бірін тең көру керек. Неге екенін білмеймін, кейбір ер кісілерде әйелді өзіне тең көру керек деген кезде бір негативный реакция пайда болады. Ой, қойшы, қайдағы жоқ деген сияқты. Ол кісілер бүгін мені тыңдап жатыр деп ойлаймын, байқағаным бойынша. Және осындай ойда болған кісілер бар болатын болса, сіздерге де бұл тыңдау маңызды болады. Әйелін, ер кісі ретінде әйелін өзіне тең көру, әйелінді өзімен бірдей көру емес. Еркек болсын, әйел болсын, екеуі екі бөлек адам, екі бөлек дүние, екеуі өзгеше. Екі өзгеше нәрсені біреу жоғары, біреу төмен деп салыстыру мүмкін емес. Қоғамда біреу жоғары, біреу төмен деген ой түсінік қайдан қалыптасқанын білмеймін. Өйткені екі әртүрлі нәрсені сіз салыстырмайсыз. Бұл неге ұқсайды білесіз ба? Мысалға, алма жақсы ма, армут жақсы ма? Білмейсіз әлі. Алманың жақсы жақтары бар, армуттың жақсы жақтары бар. Алманың пайдалары, зияндары бар, артықшылықтар, кемшіліктері бар. Армуттың да өзіне қарай артықшылықтар, кемшіліктер бар. Екі әртүрлі нәрсені, екі өзгеше дүниені бір-бірімен салыстырып, біреу одан жоғары, біреу одан төмен деген ой түсінік мүлдем дұрыс емес. Осы психологиялық айырмашылықты түсінетін болсақ, онда әртүрлі екенімізді және бір-бірімізді толықтыратын дүниелер екенімізді қабылдаймыз. Сол кезде өзгеше бір нәрсені онда өз алдына бір жеке тұлға, жеке дүние ретінде қабылдаған кезде сіз ешкімді ешқашан өзіңізден төмен көрмейтін боласыз. Осы тұрғыдан, құрметті достар, бұны біз анықтап біліп алуымыз керек. Еркек пен әйел екеуі екі түрлі, сондықтан салыстыруға келмейді. Алма мен армут жеміс деп, бірақ біз олар бірдей көрмейміз ғой. Тура сөз сияқты еркек пен әйел адам, бірақ олар бірдей емес. Екеуі екі түрлі дүниелер, екеуінің артықшылықтары. Мысалы, ешбір ер азамат дүниеге бала әкеле алмайды. Бұл тұрғыдан әрбір ер азамат әйелден шыққанын ұмытпау керек. Әйелдің алдында, ана ретінде болсын, жолдас ретінде болсын, бас иетін әлсіз тұстарымыз бар, мысалға. Физикалық тұрғыдан, интеллектуалдық тұрғыдан әрқайсысын өзін қалай дамытып жетілдіретін болса, сондай бар. Ер азаматтың өзіндік артықшылықтары бар. Мысалға, жауға шабу керек болған кезде, қолға найза алу керек болған кезде, атқа міну керек болған кезде, ол жерде мысалға ер кісілерде батылдық сезімі басындырақ, жомарттық сезімдер басындырақ. Бұны бір артықшылық, бір кемшілік ретінде емес, бұны бір факт ретінде қабылдау керек. Сол кезде бір-бірімізге деген сыйластығымыз артады. Сен ер кісі ретінде әйелге қарап, сен неге мен сияқты емессің, сенде неге мен сияқты артықшылықтар жоқ деп, оны кемсітудің орнына, сенде менде жоқ артықшылықтар бар деп, сол адам ретінде қабылдап, оған деген сый құрметпен қарау керек. Сен мен сияқты, может быть, атқа шаба алмайсың, бірақ мен істей алмайтын нәрсені, мен істей алмайтын көп нәрсені істей аласың. Осы тұрғыдан сені сыйлаймын, құрметтеймін, жақсы көремін деп ойлау керек. Жалпы менің ойымша, әйелді төмен санау, әйелді төмен сүту, әйелді өзіне тең көруден қорқу, бұл белгілі бір дәрежеде психологиялық комплекс, өзіне сенімсіздіктің белгісі. Өзіне сенімді, саналы, ой өрісі дамыған әрбір адам, еркек болсын, әйел болсын, жолдасын әрдайым өзіне тең көреді. Біз серіктес болған кезде ғана отбасын дұрыс жүргізе аламыз. Өйткені екеуміздің ортақ мүддеміз бар.
бұл бала отбасы екі адамнан құралады, балдармен жалғасады. Сондықтан бұл отбасының берік болуы, бұл отбасыда бақытты болу екеуміздің ортақ қызығушылығымыз, ортақ мүддеміз. Мен де оны қалаймын, еркек де оны қалайды, әйел де оны қалайды. Осылай қарайтын болсақ, значит біздің общий интересіміз бар, и осыны біз қалай максималды пайдалы қыла аламыз, бір-бірімізді теңестіріп отыру арқылы, серіктес болу арқылы, партнер болу арқылы. Яғни бір кәсіп ашқан кезде өзімізге серіктес іздейміз, оны өзімізден жоғары немесе төмен деп санамаймыз, қалай өзіміздің теңіміз ретінде көретін болсақ, тура солай теңіміз ретінде көріп, санасып, ақылдасып, жетістікке жететін болсақ, отбасылық өмірде де бұл маңызды принцип деп ойлаймын. Былай қарайсыз, мысалға, яғни әйелдің көзіне шөп салу, бұл не? Әйелді адам ретінде көрмеу, сыйламау деген сөз. Әйелге қол көтеру, бұл не? Сен менен төменсің, менің саған қол көтере алатындай бір артықшылықтарым бар, привилегияларым бар. Оны адам орнына санамау сияқты жағымсыз ойлар, идеялар жатыр. Екінші принцип, ол ерлі-зайыптылар бір-бірімен сөйлесуді үзбеу керек. Яғни айтатын әңгіме жоқ, не айтамыз, не сөйлесеміз демей, ол маған қызық емес деп ойламай, қайтаға керек болса өзімізді қинап, мәжбүрлеп, күнделікті сөйлесу, әңгімелесу, диалог құру, бір-бірімізді тыңдау, бір-бірімізді есту. Бір жағынан ішіміздегі артықшылықтар мен кемшіліктерді, яғни жағымды, жағымсыз дүниелерді шығару қажеттілігі бар. Оны әйелімізбен, күйеуімізбен сырласамыз. Екінші жағынан өміріміздегі ең жақын адамымыз, яғни әйеліміз немесе күйеуіміз тарапынан қолдау көру, түсінік көру қажеттілік бар. Осы қажеттілікті өтеу мақсатында күнделікті бір-бірімізбен сөйлесіп отыруымыз маңызды. И үшінші принцип, тұрақты және бақытты отбасылық өмір үшін керек нәрсе, бұл жолдасымыздың эмоционалды қажеттіліктерін өтей алу. Яғни ол қайғырып атқан кезде, көңілі босаған кезде қасында табыла алу, қуанған кезде қуанышын бөлісе алу, ренжіген кезде, ренжітіп қойдым ғой, көңілін қалдырып қойдым ғой деген сияқты оған мән беріп, ренішін кетіруге тырысу. Ашуланғанын көрген кезде, жолдасым ашуланып жатыр, қазір ашуына тимей қояйын, кішкене басылсын, мен де кішкене кері шегінейін, отқа маймен жүгірмей қояйын деген сияқты эмоциялық қажеттіліктерді, эмоциялық құбылыстарды ескеру, соған қарай әрекет ететін болса, отбасыда көптеген проблемалардың алдын алып, көптеген жақсы жетістіктерге, бақытты күндерді көруге болады. Окей. Ағай дейді, әйел адам қабырғадан жаратылған, ер адам әйелден бір саты жоғары тұрады дегенді қалай дұрыс түсіну керек? Қалай дұрыс, ер адам бір саты жоғары тұрады, оны былай түсіну керек, менің ойымша, жауапкершілік көбірек алу мәселесінде. Мысалға, мен Астанада тұрып жатырмын, Астананың әкімі бар мысалға. Ол белгілі бір әлеуметтік деңгейде статусы менен жоғары әрине. Бірақ оның статусын жоғары болуы, егер ол әкім ретінде, мен статусын жоғары, мен әкіммін, давай маған табындар, маған бас иіндер, мен жағдайым жасаңдар деп отырып алатын болса, ол статусқа лайық емес болып шығады. Ал егер, маған осы жауапкершілік берілді, мен қаланың әкімін, қалада 1 миллион адам бар, мен осы адамдардың барлығына жауаптымын. Яғни статустың жоғары болуы жауапкершілікті көбейтетін нәрсе. Ер кісіде бұны көбінесе діни контексттерде біз көп естиміз. Ер кісіні егер жоғары деп жатса, бір саты жоғары деп жатса, ол әйел одан қандай да бір кемістігі бар, қандай да бір төмендігі бар, қандай да бір ақаудығы болғаннан емес, ер кісінің көбірек жауапкершілік сезіну үшін айтылған нәрсе. Яғни сен керек кезде әйел боласың, керек кезде үй жинайсың, керек кезде жауға шабасың, керек кезде бала қарайсың, керек кезде тамақ істейсің. Өйткені саған сондай міндет, сондай жауапкершілік жүктеліп жатыр. Мен бұның барлығын не үшін істеймін? Алла разылығы үшін істеймін. Өйткені бұл Алла тағала сіздің айтып жатыр. Сен бір саты жоғарыдасың, жауапкершіліктерің көп.
әйел саған еркелеуі мүмкін, сен әйелге еркелей алмайсың. Балан саған мінез көрсетуі мүмкін, сен балана мінез көрсете алмайсың. Бәрі саған ренжіп өкпелеуі мүмкін, сен ешкімге ренжи алмайсың. Өйткені олар сенің жауапкершілігіне берілген кісілер ретінде қарау керексің. Поэтому бұны тек қана осы контексттен ғана қарау керек. Және әйелдің еркекті сыйлайтындай, құрметтейтіндей әдепке, көркем мінезге лайық болу. Өзін сол тұрғыдан әрдайым дамытып отыру. Яғни мысалға әйелің бакалавр оқыды ма, ер кісі ретінде мен бір саты жоғары болу керекпін дейсің да, бар магистр оқисың мысалға. Әйелің айына 500 мың теңге табады ма, мен ер азаматпын, мен бір саты жоғары болу керекпін, маған көбірек жауапкершілік жүктелген дейсің да, барасың 800 мың теңге, 1 миллион теңге, 2 миллион теңге беретін табыс табасың, жұмыс істейсің. Яғни осы тұрғыдан мен болуым керекпін деген өзіне былай айтқан кезде бір челлендж, бір мақсат, бір даму мотивациясы ретінде қарастыру керек.